Өзім намаз оқимын дейді, әйелім оқымайды дейді, не істесем болады? Қасымхан, өзің хансың сен. Хан болғаннан кейін алтыным әйелді тәрбиелейтін еркек. Жай сөзбен, ақылмен, түсіндіріп, артық сөзге бармай, жамандамай, ұрыспай, боқтамай, өзіңді одан бүйтіп отырасыз да, бүйтіп отырсаң ол дұрыс емес. Өзіңді кішкене төмен түсір, әйелдің қасына қой. Сол кезде әйелің қарайды, менің күйеуім намаз оқымағанда қандай адам еді, намаз оқығанда ай супер болды десін да, өзгеріп кетеді. А біздікілер намаз оқиын деп жүрген кезде күйеу оқып кетсе діннен қашып кетеді, наоборот. Ей кәпір деген кезде астапырла діннен шығып кетеді ол саған. Сол үшін атаң қазақ айтқан, жылы сөйлесең жылан інінен шығады дейді. Жылан деген іште жын болады, сол жын шығып кетеді. Қатты сөйлесең дейді, мұсылман діннен шығып кетеді дейді. Жай айтуға болады ғой, сылап, сипап, сен мен жанымсың деп алақаныңа салып, үстіне бір подарка беріп, гүл беріп, бір джентльмен болып, есігін ашып, есігін жауып, маңдайын сүйіп қойсаң, ойбай жата қалады, шпагатқа тұрады, не то что намазға. Сенің алдыңда көргеніңде жүр шпагатта тұратын болады. Сен саған жақсам екен деп. Шпагатқа отыратын өтірік емес, бүйтіп занимация етіп, арықтайын тезірек, бүкіл мынау целлюлиттерді кетірейін, ойбай мынандай байдан айырылып қалмайын, намазға да тұрады, ол бәрін істейді. Сөйт жан, жақсы амалда бол. Жақсының үстіне жақсы бол. Міне әйелім ұрмай соқпай кетіп қалды дейді. 3 ай ғана бірге болдық. Заңды некеге де тұрмадық. Артынан бардым, бармайым дейді. Күтейін ба, или талақ берейін ба? Қазір 3 ай болды кеткеніне. Болды ғой енді. Тұрмайым, кетпейім деген адамды жіберу керек жан. Жоқ, талақ беріп құрметпен жүріп. Мен соңғы рет келіп тұрмын, тағы барыңыз. Үлкендерді жіберіңіз. Болмай ма? Болмаған. Одан кейін түсінесіз ба? Жетектеген ит ауға жарымайды дейді. Вот зорлап, не сен әйел боласың деп, ол саған әйел болмайды. Келді, жалынып, өліп, талып, аяғына жалынып, алып келдің үйге. Болды, сен оған сөйлей алмайсың сен. Сен өмір бойы подкаблучниктен де төмен боласың. Жан, чай жесің ба? Чайға берейін бе саған? Тамақ ішесің ба? Давай, қыдырып келейікші деп. Не болады? Ол өмір бола ма не? Адам өз санасымен мен өмір сүрем, сен менен жалғанам деген адам болмаса, оның аяғына жығылудың қажеті жоқ. Үлкендер саласың, алдынан өтесің, келсең кел, мен осы тұрым осы дейсің. Қабылдасаң осы, енді қабылдасаң не істейін бол, талағын бересің, жібересің, бақытты болсын. Ол да бақытты болсын, сен де бақытты бол. Оны зорлап, сен маған боласың ба, мен саған әйел болам ба, мен саған күйеу болам ба, не сөз ол? Қашанғы жалынып өтесіз? Қашанғы жалынып өтесіз? Тура сол сияқты күйеу, қашан болсаң күйеу болады? Күйеу боласың ба, тамақ ішесің ба, ол тоқал алам дейді, сен жылай бересің, сол өмір бола ма? Ара-тұра түс көремін, сол түс 2-3 күннен соң сол болады, ол нені білдіреді дейді. Ол жақсылықты білдіреді, бірақ сен бүйтіп жүрме. Мен анау адам емеспін, мен түс көрсем супер орындалады деп бүкіл елге айтып, бүкіл өзіне реклама жасама, сол басыңа ауру алып келеді егер олай істесең. Жоқ, олай істеме. Кейбір адамдар болады, сен енді сондай қасиетің бар ма? Мына аузыңа ие бол, боқтама, вообще аузына боғау сөз шықпасын, жаман сөз шықпасын, өтірік айтпа, өсек айтпа. Сонда Құдай бергеннің үстіне береді саған. Кейін мына дұғаң қабыл болатын болады. Аға, үйде гитара, барабан, инструменттер болса қаншалықты дұрыс дейді. Сондай бір сұрақтар тауып аласыздар да. Не болады? Ештеңе болмайды. Сіздер нағып осы тілменен боғауыз сөйлегенде сұрамайсыздар. Неге жалаңбаш, мысалы, сіздің суретіңізде, мысалы, мен аккаунтыңызды көріп тұрмын. Шашыңыз ашқан, неге шашымды ашып жүрсем не болады деп сұрамайсың сен. Барабан тұрса не болады? Барабан тұрса барабан болады. Гитара тұрса гитара болады. Басқа ештеңе болмайды. Бірақ сондай бір меліш үйде барабан тұрса, періште кірмей қояды. Не, как будто бір періштелермен күнде кездесіп жүргенде сөйлейсіздер да? Періштеге күнде көріп, ассалаумағалейкум, братан деп жүргендей. Бұл басқа нәрсе қалып қалғандай, басқа нәрсе бітті ме не сұрайтын? Үйде арақ тұр сенде, шампанский тұр сандықтасы тығылып. Үйде өсек бар, өтірік бар, ғайбат бар, зина бар, басқа күнә бар. Жоқ па оның бәрі. Чай ішіп отқанда күшті отырасыздар ма? Бисмиллахир-рахманир-рахим деп отырасыздар ма?
кетеді ғой неше түрлі сөз, президент бәрін бітшін шығарасыздар. Ол кезде сіздер шариғат сұрамайсыздар. Шариғатта харам ба, харам емес пе? Енені жамандағанша, күйеуің кетіп қалғанда, ана өзің сіңлің келгенде, осы енең қанымды ішті бар ғой, осы өліп қалса екен дегенді сұрамайсыздар оны. Ол нормальный ол. Қайын сіңлім вообще шайтан, вообще оңбаған. Оны жүргіш қып тастайсың, апарып мусорға сүйреп апарып тастайсыз. Оған керек кезде оны сұрамайсыздар. Ал енді бір үйде гитара тұрса не болады, барабан тұрса не болады? Барабан болады дейді, басқа не болады? Ештеңе болмайды. Анау харам, мынау харам. Сұрайтын нәрсені сұраңыз. Харамның түр-түрі табылып жатыр ғой үйде. Жоқ, оны замайды. Бүйтсе не болады? Үйде вино тұруға бола ма десең, үйде вино жоқ па не? Сол қызықта бізге бір жұмыртқа тауып алса, тауық өліп қалса, содан кейін баяғыда бір сұра десе сұрайды, Ибрахим пайғамбар құрбан шалды ғой дейді, баяғыда дейді, соның терісі не істеді дейді. Не істеді? Аяғына төседі, Қытайға өткізді. Не маңызды ма дейді сол не істегені? Бір болмайтын бір нәрсе естіп болады, бір ұстаздан, бір имамнан бір нәрсе естіп алады да, содан кейін сол шұқып әкеліп тұрып бүйтіп сұрайды. Әй, одан басқа нәрсе толып жатыр сұрайтын. Күнәдан былай, күнәнің ішінде бүйтіп шомылып жүреміз да. Соны сұрасаңдаршы, осы күнә ма? Қаншалықты күнә? Қашан қойсам болады? Осы өсек деген бәлені қоя алмай жүрмін. Қалай қояйын өсекті? Десірсең, жарасыпты. Сол ойланамыз, кітаптарды оқимыз. Қалай бұл өсек деген бәлені қалай қоямыз дейміз. Жоқ, бізде жаңа гитара бола ма, сурет салуға бола ма деген сияқты. Креветке харам ба? Біреу иә дейді, біреу жоқ дейді, жей беріңіз. Көп болса бізге беріп жеңіз. Харам дегендер жемей қойсын, біз жей береміз. Өзімізге көп болады, онысы да қымбат ол. Жей бер жеңім. Шәкеңнің түске шайтанды сіздер қат сыйлайсыздар, періштені пәкең деп неғып айтпайсыздар? Періштені пәкең демейсіздер? Или фәкең? Нап шайтанды шәкең деп оны, жынды жәкең деп оны сыйлайсыздар. Ата-аналарыңыз солай сыйласаңыздаршы, имамды имеке деп айтсаңыздаршы, мені Нұреке деп айтпайсыздар, Нұрлан имам дейсіздер. Неге жаңағы шайтанды оны шәкең деп құрметтейсіздер соншама? Авторитет күшті ма соншама? Жоқ, қақастыр ма? Біреу сені оқытып тастаған деп жиі естимін. Жолыңды ашты дейді. Жауырыным көп ауырады дейді. Жолыңды атанаң ашады. Атанаң бар шығар бұл өмірде, көбірек дұға қыл. Солардың батасын ал. Содан кейін жолыңды ашу үшін жол ашатындарға бармай қой. Олар өзі жол ашамай жүр өздерінің жолын. Мешіттердің алдына отырып алады. Андай тетрадь қойып қояды да алдына. Қағаз жазып қойған. Жолыңды ашам, махаббатыңды алып кеп берем, тағы не? Бәрін жасап берем дейді. Ол өзі сен сияқтылардан ақша жинап, өзіне офис ашамай жүр ол. Сол сен сияқтылар көп келсе, ақша көп түседі оған, сонымен ол офис ашады. Сондықтан сен оған офис ашуына себеп болмай-ақ, ата-анаңнан бата алсаң, ең жақсысы сол. Құрметті бауырлар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Авторлық роликтерімізбен қатар, еліміздің белді уағызшылары Ерлан Ақатаев, Жарқын Мырзатай, Абдуғаппар Сманов, Хафизулла және тағы басқа ағаларымыздың үздік уағыздары шығып тұратын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.